Жұмыртқа қабығының пайдасы. Сәлем достар. Бүгін сіздермен жұмыртқа қабығының пайдасы туралы айтамыз. Жұмыртқа қабығы негізінен калий, фосфор, темір, магний және кремнийден тұрады. Канада, ақш және Венгрия ғалымдары жүргізген зерттеуде жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне қатты ұқсайтынын дәлелдеген. Жұмыртқа қабығының ұнтағы жүкті әйелдер мен балалар және ересектер калий жетіспеген жағдайда қолданады. Мұндай ұнтақты үнемі қолданған жағдайда қан қысымы мен жүрек қағысының жұмысы жақсарады, зиянды холестерин деңгейі азаяды. Зат алмасу процесі қалпына келеді. Қалқанша безі ауруларының алдын алады. Гастрит жазылады. Қан тазарады. Балалардағы рахит және анемияның алдын алады. Аллергия емделеді. Шаш пен тырнақ қатаяды.